Қазақ радиосында ән салайық. Ернаш Жақыпбай, Әйгерім Оралбекқызы. Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушы. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында әдеттегідей сейсенбінің кешінде ән салайық бағдарламасы алдағы 1 сағат көлемінде барша тыңдаушыға жанды дауыста әсем ән тарту етеміз. Сондықтан біздің әуе толқыннан алыстамаңыздар. Барша тыңдарманымызға көтеріңкі көңілге тілейміз. Күн сейсенбі, ендеше ән салайық бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында. Бағдарлама тізгінінде әріптесім Ернаш Жақыпбай, мен Әйгерім Оралбекқызы, сондай-ақ Қазақ радиосының барлық техникалық ұжымы дәл қазір дайын. Иә, және де бізді көріп отырған барша тыңдаушыларға сәлем жолдаймыз. Қайырлы кеш. Иә, бізден әуе толқынынан алыстамаңыздар, бізді көріңіздер. Егер де бізді қазір тыңдап, қалай көру керектігін білмейтін тыңдаушылар болса, Қазақ радиосының Facebook желісіндегі парақшасына кіріңіздер де сол жерден бізді тікелей эфирден бақылай аласыздар. Ал бүгін бізде ән салатын әншіге тамаша сүйемелдеу жасайтын әдеттегідей әуен бэндтің қыз жігіттері. Бізде бәрі заңды, заңға сай, жанды дыбыс, жанды дауыс. Сондықтан алдағы 1 сағатта сіздер тек қана таза еңбекпен жасалатын жұмыстың жемісін көресіздер. Тамаша әндерді жанды дауыста естейсіздер. Ал сіздер үшін 1 сағат тынбай тамаша әндер тарту ететін ұлттық ұлан ән-би ансамблінің солисті, тамаша әнші Ерасыл Бозаев студияда. Ереке, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Уағалейкум ассалам, қалайсыздар? Жақсы, аман есен, өзіңізде көңіл күй бәрі жақсы ғой, ән айтуға дайынбыз. Бәрі керемет, бәрі күшті. Тамаша, солай болсын. Әрдайым және де эфир барысында да осы тамаша көңіл күйді біздің тыңдаушыларға тарту етесіз деген сенімдеміз. Бәрекелді, рахмет. Ең біріншіден ән салайық бағдарламасына көп рахмет. Осындай бізді эфирге шақырып, жастарды қолдап жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Иә, біз де өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Енді 1 сағат аясында ең басты тыңдарманымызға көтеріңкі көңілге тамаша ән тарту етуге тырысайық. Ал дәл қазір 2-1 желіміз сіздер үшін қосулы. Бүгінгі қонағымызға қояр сауалыңыз бар болса, немесе айтар тілегіңіз бар болса, бізге қоңырау шалыңыз. Иә, 75-72-75, Нұрғаламыздың коды 717-2, мобильді байланысымыз 8-700-755-33-55, дәл осы нөмірде WhatsApp-та бар. Ал біз қазір әңгімені бастамас бұрын Ереке бірден әнге кезек берсек деп отырмыз. Бүгін көбірек ән айтайық, е? Жақсы, керемет. Олай болатын болса, қандай ән орындаймыз? Аналардың құрметіне керемет ән болсын. Осы жалпы менің өнерге келуіме де бірінші себепкер ол Батырхан ағамыз Шүкенов ағамыз. Олай болатын болса, сол Батыр ағамыздың Анажан деген керемет әні бар, соны орындап берейін. Қалаңыздар. Ерасыл Бозаев орындайды, ән әуен бэнд сүйемелдейді. Ал сіздер әуе толқыннан алыстамай, осынау тамаша әнді тыңдаңыздар бізбен бірге. Жүрегінің аямаған, сенсің ғой маған пана аяланам. Жайқалған жапырағы бәйтерексің, балаңмын көлеңкеңде саялаған. Тербетіп мені қосқанын күйеңе, аялап көкірегімнің сәнді үніңе. Әлемнің бар асылы балам үшін, жетер ме жалғыз сенің әлдиеңе. Әлемнің бар асылы балам үшін, жетер ме жалғыз сенің әлдиеңе.
Құлынымның жетелеген қолдырап қайда тартсаң кете берем ана жан ақ сүтіңді өтер мекен қайда да балаң саған еркелеген тербетіп мені қосқанын күйіңе аялап көкірегіңнің сәнді үніңе әлемнің бар асылы балаң үшін жетер ме жалғыз сенің әлдиіңе әлемнің бар асылы балаң үшін жетер ме жалғыз сенің әлдиіңе жетер ме жалғыз сенің Тамаша, әуен бенд, Ерасыл, дәл қазір жүрегімізді толқытып, анамызды сағынтырып, дәл осылай тамаша ән тарту етті. Барша аналарымызға жалынды сәлем жолдайық дәл қазір. Ерасыл Бозаев бізде бүгін студияда ұлттық ұлан ән-би ансамблінің әншісі, және де біздің әуен бенд Ерасылға тамаша осындай әндер айтуға мүмкіндік жасап сүйемелдеп отырған. Ереке, енді мынау әскери адамсыз ғой, әншілігіңізге осы әскери өмір кедергісін келтірмей ме кейде? Жоқ, ешқандай кедергі жоқ. Өйткені мынау жалпы өз шоу-бизнес деген қазіргі кезде хайпқа құрылады, кейде арасында жаңағы сондай бір хайп жасап тұру керек, қара пиар жасап тұру керек дейді. Бірақ енді сіздерде қызметте олай жасауға болмайды, Олай жасауға болмайды. Қызметтік этика жібермейді, былайша айтқан кезде. Мынау кейде той-томалақ бір жерге барамыз ғой, сол кезде сүйрет салардың алдында мың рет ойланып барып саласың, әскери болғаннан кейін. Сол жер атак ешқандай кедергісін келтірмейді шығармашылыққа. Қазір еркін шыға беретін болдық, маска киіп алып дейсіз ғой, Ерасыл, енді жаңа бағдарлама барысында өзіңіз айттыңыз, менің осы шығармашылыққа келуіме Батырхан Шүкенов ағамыздың қатысы бар деп, осыған тоқталайық. Жақсы, жалпы әр адам ең біріншіден еліктеп өседі. Сол кісіге қатты еліктедік, сол кісінің әндерін тыңдадық, сол кісі сияқты бір өзімізше бір жаңа бағыт ұстағымыз келді. Сол кісінің арқасында қазіргі сәтте дұрыс музыкаға деген бағыт алдық деп өзіміз ойлаймыз. Және А-студио группасына, Батырхан ағамызға көп рахмет. Жатқан жері жайлы болсын. Үлкен керемет ағамыз еді. Сол енді. Ал тамаша, отбасыңызда? Отбасым бар. Жоқ, кімнен дарыды деп айтып жатамыз ғой енді. Отбасыда сізден басқа шығармашылыққа жақын адамдар бар ма? Кімге тартқансыз? Енді бәрі айтады, атаңа тартқансың. Енді әке-шешем туралы айта кетейін. Мен өзім туып өскен жерім Шығыс Қазақстан облысы, Ұржар ауданы Мақаншы ауылында туып өскен азаматымын. Сол Мақаншы ауылында өстім. Қазіргі таңда әке-шешем сол Мақаншы ауылында тұрады. Әке-шешем ұстаз екеуі де. Анам орыс әдебиетінен сабақ береді, әкем дене шынықтырудан сабақ береді. Білмеймін қалай сол ұстаздардан осындай әнші туғанды білмедім, бірақ атам кезінде сал-сері азамат болған деп естідім. Атамды 3 жасында дейін атамды көрдім. 3 жасымнан кейін ол дүниелікке кетіп қалды. Ал енді ата-анаңыз әке, ана жолын қу, ұстаз бол, өнер жолына қарсымыз деп өзінің қарсылықтарын білдірмеді ме? Жоқ, онда ешқандай қарсылық болған жоқ. Не болсаң да өз орныңды тап деді ғой, әкем айтты болды. Жақсы, ендеше әнге кезек берейік. Жақсы. Бүгін көбірек ән айтамыз дедік. Келесі әніміз мынау қырғыз азаматтарымыздың әні Бегімай деп аталады. Бұның ән жазған, сөзін жазған жігіт Ажолтай Қанатбекұлы деген азамат. Қазір таңда қазақ эстрадасында Дастан Оразымбеков орындап жүр Бегімай деген әнді. Бірақ негізі о бастан қырғыздың әні. Енді бұл әннің маған жақындығы
бұл жігіт бізбен қатар жігіт екен, осы қызды сүйген екен, ұнатқан екен, бірақ өмір деген қысқа ғой. Осы үйленем деп жүрген кезінде жаңағы апатқа түсіп, достармен бірге қаза тапқан екен. Осы әнді ең бірінші тарихын естідім де, содан кейін осы әнді қатты тыңдап, ұнатып, жаныма бір жақын ән сияқты. Сол кавер нұсқасын орындап беруге рұқсат. Тамаша. Бірге тыңдайық. Ендеше осындай тамаша әнге кезек берейік. Ғашығым бегмай, 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 асылым менің ай, менің ай, менің ай, айманың болайын сенің ай, сенің ай, бегмай, 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 бегмай. Аралап қарақат көздеріңмен жүректі жараладың кенеттің, қайтейін көкіректі естің ай. Алғандай бір мен үшін жаралап керемет сезім беріп мағанда, сен менің тереңіме жеттің ай. Байқатпай ақырын қарап шығып, мендегі бар ойды азап қылып, жақтырып қалғанымды сездің ай. Асылым сездің ай, сездің ай, сездің ай, жүректі ezдің ай, ezдің ай, ezдің ай. Asılım begmay, 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 begmay. Kүйдіріп отайсып демің ай, жүректің жаула барлық жерін ай, жоқ демес соранамын бегмай. Өзіңсің қиялдағы перім ай, жүрушің желдің дағы жеңіл ай, өзің бұл асыл кешім тегім ай. Үмітімнің гүлі өзілер кезде, Титаник айсбергке соғылар кезде, сен маған үміт беріп сүйем дедің ай. Asılım dedin ay, dedin ay, dedin ay, ғашығым менің ай, менің ай, менің ай, айманың бойын сенің ай, сенің ай, бегмай, 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 бегмай. Бақыттың қошындай қошы жаным, бақытты жұбайым болшы жаным, адыңнан айналайын бегмай. Асылым бегмай, 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 ғашығым менің ай, менің ай, менің ай, айманың болайын сенің ай, сенің ай, бегмай, 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 бегмай. Ғашығым бегмай, бегмай, бегмай,
асылым менің ай, менің ай, менің ай. Айманым болайын сенің ай, сенің ай. Бегім ай, бегім ай, бегім ай, бегім ай. Я мінекей тамаша қырғыз тілінен тек қана тойдың әндерін емес, осындай да тамаша әндерді аударуға да болады екен. Мінекей оны орындап отырған тарихы терең. Ереке, енді қырғызша ән жаңа айтып жатырмыз, орындадық, тамаша ән екен. Тағы қандай әндер жазасыз және де кімдермен жұмыс жасайсыз осы ән жазу барысында? Сазгерлер, ақындар? Жақсы, енді сазгер артында саксофон сүйемелдеп отырған жақын жолдасым, досым Нұрлыбек Аманов деген жақсы музыкант, белгілі. Менің продюсерім деп айтсам да болады, осы жақын досым, екеуміз араласамыз, көндесеміз. Аранжировканы жасайды, кеңесін береді. Осы достықтың арқасында осындай жақсы дүниелер шығып жатыр. Онымен қатар сізде танисыз, мен де танимын, Олжас Жақыпбек дейтін жақсы досымыз бар. Сазгер, қазір театрда белгілі актер. Ол кісіде достық қатынастамыз. Сол, осы екі кісі бар. Астана дейтін жалпы Нұрсұлтан қаламыз. Кішкентай, бір-бірін таниды, өнерде жүрген балалар. Ауғантаймен де жұмыс жасаймын. Жалпы көп. Жас композитор дейсіз ғой. Тамаша, Ауғантай бізде қонақта болған ән салайық бағдарламасында. Тамаша әндермен тыңдармандарды қуантқан болатын. Енді дәл қазір әлеуметтік желімізде өзіңізге деген көптеген тілектер жазылып жатыр. Кеш жарық, Ертас аға, Айгерім әпке, ағамыз жақсы айтады екен, шығармашылық табыс тілейміз дейді. Дилназ Боранқұл деген есімді. Біздің кішкентай бүлдіршініміз, балапанымыз, біздің Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы, өзіңізге осындай әдемі тілегін жеткізуде. Және де мынау қазіргі кезде өзі TikTok шықты да, содан бері бір видеомен танылып кетіп жатқандар бар. Шығасында бір видеоны түсіресің, жібересің, қалай танылып кеткенін білмейсің өзің. Бір күнде оянсаң, миллиондап, миллиардтап қаралым жиналып тұрады екен. Сол сияқты енді кейінгі жылдары осы әншілердің арасында да көп. Оқымаса да, дауысы аса керемет болмаса да бір ән жазып, танымал болып кетіп жатқандар бар. Оның қасында енді кәсіби әншілер көбіне қалып қойып жатқан сияқты. Осыған байланысты ойыңыз қандай? Білмеймін, енді өз басым Инстаграммен кішкене жұмыс жасаймын, бірақ қатты емес, TikTok деген нәрсені білемейсіз. Білмейді екен. TikTokқа кіру керек, енді әнші болғаннан кейін өзі жалпы трендтен қалмау керек қой. Енді біз жұмысты жасайтын жармыз, бірақ... Күні кеше енді Бейбіт Қорғанның «Шоқ қыздар» әні. Үндістан елінде шулатып жатыр ғой. Өзі де білмеген болар, Бейбіт Қорған үшін бұл өзі жаңағы таңғалып жатыр, бақыт болып жатыр. Ендеше бізде әнге кезек берейік, мүмкін бұл әнде алдағы уақытта осылай хитке айналып тек Қазақстанда емес, әлемге таралатын ән болатын шығар. Қандай ән? Бәрекелден, келесі әніміз Ертас сізге бір сыйлық сияқты қылып айтайын енді. Жалпы маған, жеке өзіме, жеке өзіңізге, өйткені әнін жазған Олжас Жақыпбек, сөзін жазған Ертас. Біздің әріптесіміз. Ән салайық бағдарламасының жүргізушісі бүгін тағы бір қырынан танылып жатыр екен ғой. Бүгін достарыңыздың әндерін орындайды екенсіз ғой. Бірі сөзін жазады, бірі әнін жазады, бірі продюсеріңіз, Тамаша. Ендеше тамаша әнді тыңдайық. Бәрекелді. Әннің аты «Бақыт». Бәріміз бақытты болайық, бақытты болуға лайықтымыз. Кеттік. Аруды алдайды сезім, мұңайды көп мөлдір көзің, так жүрегін жылытқан тылсым сезім, оралмайтындай. Бозбала бақытын іздеп, таба алмай үмітін үзбек, жүрегінде тулаған іңкәр сезім, оралмайтындай. Бақыт қайта келеді үзбеуі, қарсы алдыңнан шығады досың гүлі. Бақыт деген жүректің қуанышы, бақыт деген көңілдің жұбанышы. Бақыт қайта келеді үзбеуі, қарсы алдыңнан шығады досың гүлі.
адасып жанымды жалған жеткізбей озаса арман күдірізіп қалатын сәттеріңде арайлы таңмен өмірлік достарымыз дескен балалық шақтан бірге өскен алдағанда сенімді жандарында үмітіңді үзбе бақыт қайта келеді үзбе үміт қарыз алдыңнан шығады досың біле бақыт деген жүректің қуанышы бақыт деген көңілдің жұбанышы бақыт қайта келеді үзбе үміт қарыз алдыңнан шығады досың біле бақыт деген жүректің қуанышы бақыт деген көңілдің жұбанышы келеді бақыт бір күн оянады жүзіңде шаттық күлкің бақыт деген жүректің қуанышы бақыт деген көңілдің жұбанышы бақыт қайда келеді үзбе үміт қарыз алдыңнан шығады досың біле бақыт деген жүректің қуанышы бақыт деген көңілдің жұбанышы Ерасыл Бозаев Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ән салайық бағдарламасында осындай тамаша әндер тарту етіп жатыр. Егер де Ерасылға қояр сауалдарыңыз болса, 8700-755-3355 нөміріне WhatsApp желісіне хат ретінде жолдай аласыздар, және де мобильді байланыста осы нөмірде қоңырау шалуға да әбден болады. Енді Ерасыл, болашақта өзіңізді басқа жанрда, қандай әндерден, басқаша бір стильде, жанрда ән тыңдауымыз мүмкін бе? Енді біраз әндер жазылды, современ және осы кездегі әндерде жазылды, бірақ мен ойлаймын қазіргі таңда бәрі мынау жанды дауысқа келе жатқан сияқты. Болашақта осы жанды дауыста, осы жанды бендке түсетіндей бір жақсы әуезді есте қалатын бір керемет әндер жазамыз деп. Оның үстіне жақында заң шықты, егер фонограммамен айтатын болсаң, фонограмма деп жазып қою керек. Бұл жалпы өзі қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Әсер бола ма жалпы? Енді әр адам уақытына сай жұмыс істейді ғой. Бәрі уақытына сай, бәрі осындай. Жанды дауысты айтуға тырысады деп ойлайсыз ба? Енді мысалға концерттерге барсақ, немесе теледидардан көрсек, ән айтып жатса, біз бәріміз білеміз оның өтірік айтып тұрғанын. Бірақ көреміз. Жанды дауысты айтып тұрса да кейде айтып жатады, фонограмма ғой деп кейде. Бәріміз сөйтіп ойлаймыз ғой, қалай істесе де, жаңағы арасында сөйлесе де, ой, алдын ала жазып қояды бұлар деп. Жаңағы тойда да жанды дауысты айтпайтынын білеміз, оларды таза біз суретке түсу үшін, билеу үшін шақыртамыз. Енді білмеймін, жалпы бір жақсы фильтр болған сияқты деймін де, мен өзім сөйтіп ойлаймын да, бір керемет. Өйткені жалпы нағыз әншілер қалатын сияқты. Енді ешкімді ренжіткім келмейді, бірақ дұрыс негіз, дұрыс шешім. Жақсы, енді үмітіңіз ақталсын деп тілейміз. Бізде енді бәрі жанды дауыста, жанды дыбыста болғанын қалаймыз. Осы заң үлкен бір өзгерістер әкелетін жақсы заң болады. Және де сол заңды бәрі сақтайды деген сенім. Біз байланыс нөмірімізді қайталайық тыңдармандарымызға 75-72-75 қоңырау шалыңыздар. Нұрғаламыздың коды 8717-2. Дәл қазір 2-1-де желіміз сіздер үшін қосулы. Жаңа стиль деп айтып өттік қой. Қазіргі кезде осы сіздер енді әскери салада қызмет еткендіктен марш әндер мүлде жоқ деп айтсақ болады, жаңадан шығып жатқан. Марш әндер шығып жатыр, бірақ желіге дұрыс таралмайды.
әскери. Бұны жоғалып бара жатқан жанр деп айта аламыз ба? Жоғалып бара жатқан жанр деп айта алмаймыз, бірақ болашақта қазір көбі билететін әнге, той құмар әнге сондайға кетіп бара жатыр. Одан кейін европалық жаңадан бір синтездік стильдер шығып жатыр, иә? Солай қарай бағыт алып бара жатырмыз. Енді марш десе, маршты қазір тыңдасақ біз өткен заманға түскен сияқты боламыз. Өйткені бұрындары сондай әндер хит болды, жаңағы шахтерлердің маршы деген сияқты сондай неше түрлі маршпен жазылатын бәрі. Енді қазіргі таңда ойлаймын, жалпы 80-ші жылдарда ансамбльдер көп болды ғой. 2020-дан кейін мен ойлаймын, жаңағы марш, жаңағы вальс деген қазірдің өзінде вальс танылып келе жатыр да, жақсы. Елдің бәрі жалпы мынау тікс музыкадан да шаршайды, өйткені бәріміз адамбыз, маршта келеді, өйткені өмір кезек деп ойлаймын. Негізі музыканың қандай жанры болса да ол әдемі, жанға бір керемет әуен сияқты. Яғни айналып келеді дейсіз ғой? Айналып келеді. Жаңағы киімнің сәні сияқты бізде сол 90-шы жылдарда киген киімдер қайтадан келіп. Сол ғой. Тамаша, ендеше жанды дауыста, жанды дыбыста тамаша ән тартуымызды жалғастырайық, иә? Жақсы, керемет. Енді жалпы әнді бастаған кезде танылу үшін есті әндерді айтып бастайсың. Сол бір өзімнің репертуарымдағы есті әндерінің бірі ағаларым деп аталады. Барша мынау мен танитын жалпы ағалардың құрметіне осы керемет әнді қабылдаңыздар. Оттай ыстық сахарадай, көңілің алып ұшқан шағаладай, алдымнан көкем-ау деп шығатұғын. Сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой, ағаларым. Қажымас қарағарым, кең байтақтан аларым, күнімде бір келедер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Күнімде бір келедер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Аңқылдақ айналайын ағаларым, сағынсам іздеп барар паналарым. Еліңе зеңдегі қарап жүр деп, қалдырған өздеріңді бабаларым. Қажымас қарағарым, кең байтақтан аларым, күнімде бір келедер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Күнімде бір келедер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Қажымас
Ерасыл Бозаев Қазақ радиосында ағаларым деген әнді шырқаған әуен бенд сүйемел деген болатын. Иә. Және де саксофонды сызылтып салған Нұрлыбек деген азамат. Иә, Ерасылдың продюсері, досы. Енді біз бүгін сіздің досыңыздан да тосынсый жаңағы қонаққа де сұрағымыз келіп отыр. Бізге әдетте осы саксофон өзі көп келе бермейді. Өзі түрі бір қызық саксофон екен. Не саксофон бұл? Бұл саксофон негізі 4 түрі бар ғой. Адам дауысы сияқты негізі. Адамдардың дауысы 4-ке бөлінеді негізі. Әйел кісілер көбісі сопрано дейді. Мысалы Димашты айтып отады, сопрано өте керемет жоғарғы ноталарды алады. Мынау сопрано ғой, иә? Димаш сияқты саксофон ғой. Табиғи біз өзіміз көріп жүрген жаңағы саксофон, Батырхан ағамыздың ойнайтын саксофоны көбісі альт саксофон деп аталады. Тенор деген бар, одан төменгі ноталар алады. Баритон деген бар, одан да төмен ноталар алады. Но сол сопрано жаңағы қыздардың дауысы дейді ғой. Қыздардың дауысы. Ендеше сол қыздардың дауысын қазір біз композиция ойнап бере аласыз ба бізге? Жеке өзімен, соло. Ойнап берейін. Қандай композиция? Не болады? Өзіңіз шығарған болса да болады. Ән жазатыныңызды білеміз. Импровизация ойнап берейін. 3 аккорд аламыз. Фа, соль. Қайда? Микрофоным не? Замзагүл ханымда ойланып кеткен секілді, біз бір ұзақтау композиция күтіп едік өзіңізден. Тамаша. Енді Ерекеңе болашақта қандай әндер жазасыз, қандай әндер тыңдаймыз? Ерасылдан жалпы. Енді жаңа айтып отыр ғой, карантин уақыты негізі біраз адамдарға фильтр қойып тастады. Иә. Негізі біз жай жатқан жоқпыз карантинде. Не істедіңіз? Аңдады, жұрттар қалай жасайды, не істейді. Өзі фирмач деп атады ғой, мықты музыканттар. Соны не үшін фирмач дейді, несімен деп. Соны зерттеген сыңайлымыз негізі екеуміз. Сөйтіп зерттедіңіздер содан? Сол енді жақында берсе жақсы бір ән жазып отыр. Оның тұсауын Қазақ радиосынан кесеміз ғой берсе. Тамаша. Ендеше дәл қазір бір көңілді нотада, жақсы нотада тамаша әнге кезек берсек? Жақсы. Енді Нұрлыбектің саксофонынан кейін Нұрлыбектің керемет әнін тыңдайық. Мен орындауымда жақында осы биылғы ең бір өзімнің жетістігім, өзім үшін осы керемет әнге бейнебаян түсірілді, тұсауы кесілді. Енді менде клипі бар әншілерге жататын болдым енді. Бірақ ютубта жоқ, біз ютубтан таппадық. Неге? Ютубта бар. Мен іздеп едім, шықпады. Мүмкін дұрыс жазылған болар. Бәрі, ютуб желісінде бар. Жұлдыз ТВ дейтін каналға шықты. Карантин болғаннан кейін дұрыс таралмай қалды деймін негізі. Енді алдағы уақытта жақсы, бұдан да жақсы клип, бұдан да жақсы ән жазылуына тілектеспіз. Бұл ән аты бәрібір ұмытпаймын. Сөзін Торғайлы ақын Саят Әбенов жазды. Әні досым Нұрлыбек Аманов. Тамаша. Бәрібір ұмытпаймын. Seni unutmayman, sen meni unutsan da sezimdi suutmayman, sen özün suutsan da sezimdi. Sol aşık kezimdi bərabər unutmayman, bərabər
ұмытпаймын, ұмытшы бүгін мені, сағынып ұйықтаймын, көзімде ілінбеді күні-түн, сен жалғыз үмітім, бәрібір ұмытпаймын. Сүйем деп уәде берген сөздеріңді, бәрібір ұмытпаймын. Еркелеп елжіреген кездерімді, бәрібір ұмытпаймын. Ешқашан ұмытпаймын, ұмыту емес оңай, өзгені жуытпаймын, білмеймін неге солай нәзігім, жоқ еді жазығым, бәрібір ұмытпаймын. Бәрібір ұмытпаймын, сөзіме тіпті сенбе, жүректі қолыптаймын, себебі кілді сенде мәңгілік, күтуде сандалып, бәрібір ұмытпаймын. Сүйем деп уәде берген сөздеріңді, бәрібір ұмытпаймын. Еркелеп елжіреген кездерімді, бәрібір ұмытпаймын. Сол сәтте мөлдіреген көздеріңді, бәрібір ұмытпаймын. Өзіңмен талай бақта кезгенімді, бәрібір ұмытпаймын. Сүйем деп уәде берген сөздеріңді, бәрібір ұмытпаймын. Еркелеп елжіреген кездерімді, бәрібір ұмытпаймын. Сол сәтте мөлдіреген көздерімді, бәрібір ұмытпаймын. Өзіңмен талай бақта кезгенімді, бәрібір ұмытпаймын. Бәрібір ұмытпаймын деп ән шырқаған Ерасыл Бозаев жақында ғана тамаша осы әнге клип шықты деп айтып өттіге. Осындай жалпы енді бізді көбіне әнші болғысы келетін жандар тыңдайды ғой, ән салайық бағдарламасын. Сол кісілерге ақпарат болсын, жалпы бір әнді жазып, оған клип түсіріп, бір қазіргі енді жаңа Жұлдыз ТV деп жатыр, сол сияқты арналардың бірінен беру үшін қанша қаражат керек? Енді жасырып айтпай қойын, мен 1 миллиондай ақша кетеді жүр. Қаражат керек дейсіз ғой. Керек, қаражатсыз енді ештеңе болмайды. Өзінің еңбегін ғой. Тамаша, бізге қоңырау шалған тыңдарманымыз бар екен. Тілдесейік. Алло. Иә. Қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Ән салайық бағдарламасының жүргізушілері Ертас аға, Әйгерім әпке, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Мен Гүлназ, бағдарламаларыңызды үзбей асыға күтемін. Мен қазір сіздерді радиодан да әлеуметтік желілерде де көріп отырған Ерасыл ағамызға толағай табыс тілеймін. Отбасы аман болсын, әндері көп болсын, маған ұнап отыр. Мен бір сұрағым бар еді. Отбасында Ерасыл ағамыздың балалары ән айтады ма деген. Ертас аға, Әйгерім әпке, келесі бағдарламада Айдос Омаровты қонаққа шақырасыздар ма? Шақырайық па? Жақсы, Дильназ, рахмет, алғысымыз білдіреміз. Айдос Омаровтың қызы ғой деймін. Әрекелді, енді бала тілі бал. Бала тілі бал дейді ғой. Керемет, өркен өссін. Құдайға шүкір, менде 2 қызым бар. Үлкен қызым 4-те, екінші қызым 1,5-да. Үлкен қызым әнге бар сияқты. Екеміз былтыр садиктер және балабақша арасында 2 жұлдыз деген жарыста бірінші орын алып, өзімде таң қалдым. Қызымның кәдімгі сахнаға шыққан кезде оттай жанады екен. Енді болашақта сол қызымызды үйретеміз, артымыздан тартамыз.
бағы жанатын шығар деп үміттемін. Иә, тамаша. Біз де сәттілік тілейміз. Енді тыңдармандарымыз ән сұрап жатыр Ерасыл өзіңізден. Жақсы, керемет. Тағы да Олжас Жақыпбек досымыздың керемет әні Уақыт деп аталады. Уақыт. Иә. Иә, бізде де бірер минут қалған екен, енді уақыт тығыз, сондықтан да әндерге кезек берсек. Уақыт жайлы ән дәл қазір. Қабылыңыздар, Уақыт. Өмір бұл сапар жалғасып жатар, жұмбағын ашпаған ертеңге бастаған. Асықпа тоқтап, бағытың жоқ па отырып үнсіз, ойлана шақта барады асығы бертін кептірі. Тарихын өткен қалдыры бар тасырғиды саған, асығы солда кездестірмеді, кімдерді жолдан кешкен сезімді өткен күндерді. Жоғалтып алып іздейміз алдан, зулайды уақыт, заулайды уақыт, күн кетер батыптан келер, атып асығамыз біз ерте күнге, өткенімізді танымай жатып. Зулайды уақыт, заулайды уақыт, күн кетер батыптан келер, атып асығамыз біз ерте күнге, өткенімізді танымай жатып. Өмір бұл сапар жалғасып жатар, жұмбағын ашпаған ертеңге бастаған. Өмір өткенде асығасың ба кейде өткенге, асығасың ба бірге барайық тәтті сәттерге. Уақыттың мініп машинасына ол жақтан мәңгі, ала алмасақ та бағалы бұйым, ала алмасақ та жылы жүздерді, күлім көздерді. Келгенше қайта санаңға сақты, зулайды уақыт, заулайды уақыт, күн кетер батыптан келер, асығамыз біз ерте күнге, өткенімізді танымай жатып. Зулайды уақыт, заулайды уақыт, күн кетер батыптан келер, атып асығамыз біз ерте күнге, өткенімізді танымай жатып. Өмір бұл сапар жалғасып жатар, жұмбағын ашпаған ертеңге бастаған. Заулайды уақыт, күн кетер батыптан келер, атып асығамыз біз ерте күнге, өткенімізді танымай жатып. Зулайды уақыт, заулайды уақыт, күн кетер батыптан келер, атып асығамыз біз ерте күнге, өткенімізді танымай жатып. Я, уақыт деген тамаша ән, бізде де уақыт зырғып өтіп бара жатыр. 3 минут қана уақытымыз қалған екен, сондықтан қазір бір әнмен бүгінгі эфирді аяқтайық. Жақсы, керемет. Ереке, сіздің келгеніңізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Әрдайым осындай тамаша әндермен бізді қуантып жүре беруіңізге тілектеспіз. Ерасыл Бозаев, әуен бенд алғысымызды білдіреміз. Бір әннің кілтін табу әнші үшін үлкен бақыт дейдінші, сол әннің кілтін табар бақытты әнші болыңыз. Рахмет, көп. Қандай әнмен аяқтаймыз? Әркімнің өз жолы бар. Заман тобының орындауында Менің жолым деген керемет ән бар. Менің жолыма ұқсайды, сол әнді қабылдаңыздар. Тамаша. Sankiге бөленген айнымай қалған өлеңнен өзіме ұнайтын бір айқын
Жаным менен келем мен, биікпен төменнен, пайыздар менен тереңнен, бір бақытта барына сенем мен. Басталатын арманна, жүрегіммен таңдалған, оң менен солым бар, менің де бір жолым бар. Тек өзіме арналған, тағдырмен таласпай, ертеңгі күнге балашпай, өмірге ғашықпын асықтым, уақытпен де санаспай, қайғымен жараспай, өкініп артқа қараспай, жолымда жүрсем деймін адаспай. Басталатын арманна, жүрегіммен таңдалған, оңым менен солым бар, менің де бір жолым бар. Тек өзіме арналған. Қазақ радиосында жарнама.